Алланың пендесіне берген сынағы. Алла әрбір пендеге сынақ жібереді. Ол сынақ оның күнәсін кешіру үшін және оның дәрежесін өсіру үшін береді, оны қорлау үшін емес. Құранда Алла Тағала былай дейді: малдарың және жандарың жайында әрине сыналасыңдар. Сондай-ақ сендерден бұрынғы кітап берілгендерден және мүшриктерден көптеген реніш сөздер естисіңдер. Егер сабыр етсеңдер әрі сақсынсаңдар, шексіз бұл маңызды істер деген. Алла Тағала тағы да аятта былай дейді: әркім өлімнің дәмін татады. Сендерді сынап, жаман жақсы күйге саламыз. Сондай-ақ бізге қайтарыласыңдар деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның хадистерінде Айша анамыз, Алла оған разы болсын, Алла елшісінен естіп мына хадисті руаят етеді: мұсылманның басына қандай да бір қиындық төнсе, Алла сол арқылы оның күнәсін кешіреді, тіпті денесіне тікен кірсе де деген. Тағы бір хадисте Абу Саид пен Абу Хурайрата, Алла ол екеуіне разы болсын, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан естіп былай дейді: Алла мөменнің басына төнген сынақ, сырқаттық, уайым, қайғы немесе азап, мұң, тіпті денесіне кірген тікенек арқылы оның күнәларын кешіреді деген. Бір күні Иса алейхиссаламға жолыққан бір кісі былай дейді: ей Иса, мына таудан домалашы, немесе мына судан жүзіп өтші дейді. Иса алейхиссалам: мен жүз алмаймын ғой, және де мен таудан құлап қалай болады екен деді. Сонда әлгі кісі: о Иса, сен Алланың ең сүйікті құлы емессің бе? Сені Алла сақтап қалмай ма деді. Иса алейхиссалам оған таң қалып былай дейді: біз Алланы сынау үшін келген жоқпыз, сынағын көтеру үшін келдік деген екен. Сол үшін Алланың берген сынағынан дұрыс өтуді баршамызға нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.